Чемпиондар лигасы. Екінші тур. Бұл турда аса қатты интригалар бола қоймады. Бірақ тосын сыйлары бар. Қандай? Білгің келе ме? Айтамыз. Кеттік. Реал Шерифтен жеңілді. Прикинь. Шерифке қарсы Реалдың Робин Гудтілгі ұстады. Жалпы мұндайысы жиі. Оны ЦСКА Брюгелерден сұрасаңыздар болады. Кешегі матчта есеп 1-2. Мадрид ұйықтайды, Шериф оянады. Сақтықта қорлық жоқ деп тұрсың ғой. Есеп ашқан Жасурбек Яхшибоев. Өзбектер молодцы, үйді ғана емес, голды да соғалады. Пас берген Криштиану. Перестен осылай өшін алды, хотя бы. Жер кеттік, маханға көрейік, маханға барайық, давай. Реал 28 соққы жұмсаған, бірақ ниче ала алмады. Голының өзі пенальтиден. Айтпақшы, Реал Элче тарихындағы өзінің 51-ші пенальтиін тепті. Одан көбірек тек Барсада 53 рет. Карим Бензема. Жеңіс сыйлаған Люксембургтік Тиль. Іріктеу кезеңін есепке алсақ, Шериф Элчеда 10 матч қатарынан жеңілмей келеді. 8 жеңіс, 2 тең ойын. Анчелоттидің Реалын Элче топтық кезеңде жеңген алғашқы команда. Қысқасы, Д тобындағы командалар Шерифті көрген кезде. Ой, мен сізге кетейін болды. PSG Ман-Ситиді алғаш рет жеңді. Және қалалықтар Элче группасында 19 матчтан кейін бірінші рет жеңіліп тұр. Гол соққандары Гие мен Месси. Лео анау-мынау командаларға соққысы келмеді, өзінің дебюттік голын. Сүйікті Ситине соқты. Аны қара, Месси. Месси Элчеда 17 маусым қатарынан гол соғып келеді. Тек Бенземада ғана мұндай көрсеткіш бар. Шарша кетмеу. Лео Гвардиола командаларына қарсы 5 матч 7 гол. Ол АПЛ клубтарына қарсы Элчеда 35 матч өткізіп 27 гол соққан. Одан басқа ешкімде мұндай көрсеткіш жоқ. Болса максимум 12 ғана. АПЛда ойнамай-ақ қудыртып жатыр. Ойнаса не болады? Білмеймін. Роналду Элчедағы матчтар саны бойынша Кастильясты басып озды. 178 матч. Күнде рекорд, күнде той. Ойбой. Эмю және Вильяреал ақыры 0-0 емес. Элчеда екі команда ойнаған сәтте гол соққан алғашқы ойыншы анықталды. Пако Алькасер. Есепті теңестірген Алекс Теллес. Ал жеңіс сыйлаған Роналду. Элчеда екінші матч қатарынан гол соқты. Эмюге оралғалы бері 5 матч, 5 гол. УЕФА Криштиану Лиг. Роналдудың бұл Элчедағы 41-ші жеңісті голы. Бұл рекорд. Мессиде бұл көрсеткіш 38. Сондай-ақ Элчеда 90 минуттан кейін Роналду 12 гол соғыпты. Мессидің еншісінде 6. Ешкілер. Базар жоқ, шал да жоқ. Барса 1972 жылдан бері тұңғыш рет Еурокубоктердегі алғашқы 2 ойында жеңіліс тапты. Оны қоя берші, 2 ойында 1-1 створ жоқ. Жалпы есеп 0-6. Сау болшы. Ла Лигада 6-шы орын. Элче группасында соңғы орын. Бавариядан 6 пайға қалып. Соңғы 5 матчта бір ғана жеңіс. Андай могила қоятын гүлді қайда сатады? Өзгеде маңызды кездесулер өтті. Нәтижелерін білесіздер. Біз тек өзектілерін ғана шолып өттік. Пікірлеріңізді комментке қалдырыңыздар. Алда талай цифрлар мен фактілерді келтіретін боламыз. Келесі кездескенше. Сау! Бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем